Ассалаумалейкум достар, назарларыңызда қазақ баласы арнасы. Шығысы Жапон теңізі, батысы Каспий теңізінен аса, кең байтақ даланы қолына ұстаған ұлы көк түріктер қағанаты әлсіреп, қағанат-қағанатқа бөлініп кетті. Бір кездері бөрілі байрақ көрінсе, қол қусырып бағынатын дұшпандары бұл кезде әлсіреп, ұсақталып кеткен түркі жұртының басына әңгір таяқ орната бастады. Шығыста Қытайдың Джин, яғни алтын патшалығы, түркілерге қарсы қырып жою, тазалау, санын азайту саясатын ұстанып, қайта күшеймес үшін араларына ірткі салып басып отырды. Ал батыс оңтүстігі парсыланып бара жатқан. Бұл кез түркілердің жартысы Алланың қалауымен мұсылмандыққа өтіп, ал шығыс жағына ислам әлі жете қоймаған шақ. Жалпы сол кез кеше ғана айбарынан желескен түркі баласының бүгінгі күні бағы тайып, жан-жақтан анталаған жаудың ортасында қалды. Міне осы сәтте Қытайдың қорқынышы бекер болмады. 1162 жылы, кейбір деректерде 1150 түркінің қият тайпасы Есугей Баһадүрдің отбасында қолына қан ұстап теміршін дүниеге келді. Шешесі Қоңырат тайпасынан еді. Жастайынан әкеден айырылған ол азапты тарта жүріп, қайсар да ержүрек болып ержетті. Ат жалын тартып мінгеннен бастап, айналасына өзіне адал, сен тұр мен атайын деген түркінің бір туар, білекті һәм қабілетті жігіттерін жинай білді. Әкесінің досы Керей ханы Тұғырылдың, өзінің досы Жалайыр Жамұқаның көмегімен әйелін бұлап алған Меркіт тайпасын шауып, әйелін қайтарып алады. Бұл теміршіннің алғашқы ірі жеңісі болды. Алайда жас жігіттің арманы көрші түркі тайпалары ғана емес, өзіне тізесі батқан Джин елі, тіпті сонау Орта Азиядағы Хорезм, Оңтүстік Азиядағы Үндістанға дейін кетіп қалған еді. Әрине, армандасаң армандар орындалады. Өзінің көршісі түркі тайпаларын Меркіт, Жалайыр, Татар, Қоңырат, Керей, Наймандарды біріктіріп, 1206 жылы ұлы түркі Моңғол империясын құрып, өзі Шыңғыс хан деп аталды. Түркі тілінде теңіздей деген мағынаны береді. Енді қараңыз, неге Моңғол емес, неге Моңғол, немесе Моғол? Себебі орыс тарихшылары тарихи жазбаларды аударғанда қазақшасы Моңғол, яғни мың әскер, басқа ұлт тарихшылары Моғол деп жазған, ал орыстар оны Моңғол деп өзгерткен. Міне осылай бертін келе Моңғол термині айналымға еніп, оны ұлт атауына таңды, яғни қазіргі Моңғол ұлтына теледі. Ал қазіргі Моңғол деп жүргеніміз кімдер деген заңды сұрақ туады. Олар кешегі өзіміз соғысқан жоңғарлар, Қалмақ, Ойрат, Дүрбіт, Қалқалар. Қарап тұрсаң, оларда тіпті хан деген лауазым жоқ. Оларда тайшы, қонтайшылар басқарған. Шыңғыс хан құрылтай шақырды дейді. Қазіргі Моңғол деп жүрген халықта құрылтай деген сөз бар ма өзі? Мен естімеппін. Шыңғыс ханға көрші тайпалар Татар, Меркіт, Жалайыр, Қоңырат, Керей, Найман бәрі түркі тайпасы, яғни қазіргі қазақтар. Ал қалың түркінің арасында не қылған қалмақ ол қаңғырып жүрген. Деректерде Керей ханы Тұғырыл өз орнына Шыңғыс ханды мұрагер етпек болған деседі. Ойлаңыз, қазірше болғанда бір қазақ өз орнына Моңғолды мұрагер етеді. Ақылға сияма? Мүмкін емес жағдай. Шыңғыс хан өзімен туыс болған соң да Тұғырыл хан солай ойлаған, яғни Шыңғыс хан бізге бөтен емес. Бар бәле Моңғол мен Моңғол арасындағы екі әріптің өзгеруімен орыс тарихшылары біздің айбынды тарихымызды бұрмалады. Қазақтың ұлы империя құрғандығын, Жапон теңізінен шығыс Еуропаға дейінгі алып империяны ұстағандығын, өздері құл деп санаған қазақтардың бір кездері орыс князьдықтарын бағындырғанын, салық төлеткенін, табанын сүйгізгендіктерін олар намыстанады және тарихты бұрмалап, айдалада жүрген қазіргі Моңғол деген халыққа теледі. Бұл ащы шындық. Қазақтың соңғы ханы Кенесарыдан бастап, хандық құрушы Керей мен Жәнібек хандарға дейін, тіпті Алтын Орда ханы Жошыны да өз ханымыз деп танимыз. Бірақ әкесі Шыңғыс ханды ханымыз деп танымаймыз. Біле білсең, біздің барлық ханымыз Шыңғыс тұқымы еді ғой.
Шыңғыс тұқымынан басқаның хан болып сайлануға құқы болмаған, тіпті азуын айға білеген Ақсақ Темір өзін әмір деп қана атаған хан емес. Осыдан ақ біздің халықтың Шыңғыс ханды қаншалықты бағалағанын бағамдай берсек болады. Империя құрушы халықтың империясы құлағаннан кейін де империядан бір жұрнақ қалуы керек қой. Қазіргі моңғол деп жүрген халық 3-6 миллион айналасы, ал біздің түркілер 300 миллион шамасы. Бұл сан сол уақытта да осындай айырмашылық болғандығы белгілі. Осыдан ақ кімнің империя құрушы екенін аңғаруға болады. Қорытынды: Шыңғыс хан ешқандай да моңғол емес, ол өзіміздің түркі тайпасынан шыққан бір қаған. Сіз қалай ойлайсыз? Комментке пікір жазып бөлісе кетіңіз. Барша қазақ баласы өз тарихымызды тәуелсіз көзқараспен тани білейік. Лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі бейнеде көріскенше.